my friend. How are you? Our lesson today, plural form of nouns. Зат есімдердің көпше түрі. Сабақты көрмес бұрын лайк басып, каналға тіркеліп алыңыз. Let's go. Зат есімдердің көпше түрі, олардың жекеше түріне с жалғауын қосу арқылы жасалады. Бұл жалғаулық ұяң дауыссыздан кейін з, ал қатаң дауыссыздан кейін с болып айтылады. Мысалға, room бөлме, rooms бөлмелер, shoe ботинка, shoes ботинкалар. Егер де зат есімдер жекеше түрінде бір s-ке, екі s-ке, x немесе sh, ch әріптермен аяқталатын болса, зат есімдердің көпше түрінде es жалғаулығы қосылады. Ол оқылған кезде is болып оқылады. For example, box қорап, boxes қораптар, bus автобус, buses автобустар, dish тағам, dishes тағамдар. Жекеше түрінде алдына дауыссыз бар y әрпіне аяқталған зат есімдердің көпше түрі es жалғануы арқылы жасалып, y әрпінің орнына I әрпі қойылады. For example, city, cities, army, armies, factory, factories. Егер де y әрпінің алдында дауысты тұрса, онда зат есімнің көпше түрі жалпы ереже бойынша s қосылу арқылы жасалады. Мысалға, hero, heroes. Егер ережеден тыс болса, piano, pianos, porter, porters. Егер де зат есім f әрпіне аяқталса, онда v әрпіне өзгеріп, es жалғаулығы қосылады. For example, leaf, leaves, wolf, wolves. F, I әріптермен аяқталатын зат есімдердің көпше түрі F-тің V әрпіне өзгертілуі арқылы жасалады. For example, knife, knives, wife, wives, sheaf, sheaves, roof, roofs. Сондай-ақ кейбір зат есімдердің көпше түрі сөз түбіріндегі дауыстының өзгеруі арқылы жасалады. Мысалға қараңыздар. Man, man, woman, woman, food, feet, goose, geese, tools, teeth, child, children. Соңына дейін көріп тамашалаған кісілерге көп-көп рахмет. Лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Қоңырауды басып қойсаңыз, менің әр шыққан сабағымды жіберіп алмай көретін боласыздар. Goodbye, my friend.